Так, достар, арға кеттік, бізде көптен көрмей кеткен, елдің бәрі сұрап жүрген Аян қайда жүрсіз? Қасыңызда тұрмын ғой, мен осы жерде тұрмын. Енді біраз адам шынымен іздеп қалыпты, сағынған шығарсыздар, іздеп қалған екенсіздер. Жалпы бармын, жүрмін, тірімін. Кішкене отбасыда болған қайғылы жағдайлармен келе алмай қалдым. Бірақ туған күндей сол жағдайға байланысты кішкене көрінбедім. Негізінде бармын, жүрмін, Инстаграм парақшамды қарап тұрыңыздар, әже белгілеп береді қазір. Сондай сұрақ қандай? Аты жақсы болсын енді, жаңа айтып қайырлы жағдай. Так, бүгінгі сұрақ бізде, болашақта, тойда, тортты бірінші кімге бересіз? Тортты ма? Той кімдікі? Сенікі. Және? Әйеліңізді. Сол адам. Егер де анамның 50 жас тойы болатын болса, анама беретін едім. Анамның туған күні болса, анама беретін едім. Менің туған күніме Happy Birthday to you деп тортты маған әкеліп берсе, мен жеймін ғой, дұрыс па? Дұрыс. Дәл сол сияқты тойда тортты бізге әкеліп. Сонымен ары қарай дальше. Жаңағы әңгіме, бұл басқа әңгіме қойған, негізінде айтылатын дүние сол, негізі шатастырмаңыздар. Қуаныш кімдікі, сол адамдар сол күні қуансын. Сол адамдардың қуанышын өздеріне сыйлап біліңіздер. Ол адамдардың қуанышына жармаспаңыздар. Ананың орны ол әрдайым бөлек. Ананы сыйлау керек. Ана это святое, мама это святое, конечно, да. Бірақ маманы басқа жағдайларда да көтерсеңіздер, бір тортпен есептеліп қалған жоқ деп ойлаймын да. Дәл солай. Бірақ бұны естіген әйел қауымы да әкіреңдеп кетпеңдер. Кішкене сыйластықпен қараңдар. Осындай кезде әйеліңе беріп жатқан кезде әйелің тұр, жоқ, жүр мамаға берейік десе, қандай күшті бір керемет дүние, ол бірақ қыздың санасында деп ойлаймын. Егер де сондай сана беретін болса, шырайымызда бірақ сондай бір сана бар сияқты. Бар, мен айтқан бұл мен үшін мәселе емес деп. Неге берсе де деп. Это не проблема. Үміткеріңіз бар, Үміткерім жоқ. Жоқ үміткер. Қуанышқа орай. Үміткер жоқ сияқты? Жоқ. Аянда да жоқ. Кете бар. Қайырлы күн, достар. Қалдарыңыз қалай? Бүгін бізде дүйсенбі, әдеттегідей 14:30-да қосылайық бағдарламасы тікелей эфирде, так что үзбей тамашалаңыздар. Енді біз бүгін сұрақ-жауап, сіздердің жақсы көретін рубрикаларыңыз. Давайте бастайық. Бірінші бізде как раз Бикеш дайын отыр екен. Бикеш, бізде қазір андай актуальный тема болып отыр ғой. Қалайсыз вообще, бір сұрамасайшы? Нормально. Жақсысыз ба? Әдемі болып тұрсыз. Мына орындықты сағынып қалыппын. Мына орында ерекше, айтыңдаршы. Үміткердікі ма? Үміткер кезім сағынып кеттім. Так, Бикеш не ғой? Мен де кеше сөйтіп қоймын, үміткер кезім сағынып кеттім деп, сол кезде мен жоқпын деген сияқты. Так, тортты тойда күйеуіңіз анаңызға берген стрём или норм? Стрём. Неге? Стрём. Енді ол той... Так, неге? Деген жерге тоқталдық. Енді ол той, күйеуім және мен екеуміздікі болғандықтан, күйеуім маған, мен күйеуіме берген дұрыс деп ойлаймын. Ол енді ата-анамыздың 50 жас, 60 жас деген тойларда енді обязательно ол тортқа береміз ғой, бірақ біздің той болғандықтан біз жеуіміз керек. Ол сіз үшін прям андай мәселе ма, проблема ма? Мен қатты ренжітемін егер тойда солай істесе. Сол үшін тортқа тойған жерге келін болып түсу керек қой. Так что күнде торт жеп жүріңіздер. Кешке келеді өткелі. Так, ары қарай біз жалғастырайық. Бізде Дәулет Бике. Қалыңыз қалай? Жақсы, өзіңіз қалайсыздар? Жақсы, демалысыңыз қалай өтті? Жақсы өтті. Үміткермен жоқтыңыз ба? Үміткермен алдағы уақытта. Отлично. Так, бізде мынандай сұрақ бүгін вопрос. Болашақта күйеуіңіз тортты сіз анасына берсе стрём или норм? Былай жасасыншы, менде андай стрём, норм, қағида жоқ менде. Екі қолы бар ғой, кесінде екі қолмен екі қасықпен екеумізге берсін, маған бәрібір онда тұрған ештеңе. Сенде берсін, андай, прям айтады, тортты кеседі да, прям мамасы іздеп жүріп бүйтіп береді. Бірінші мамам жесін деп. Сіз тұрасыңыз. Тортқа сол андай маңыздылық бермейді. Өзің сіз ше, андай Дәулетбек өзі-ақ тұрып жіберіпсіз. Торға шетінде болады ғой. Жатам аяқта жүр деп ше. Ой, балам сен дегенше. Да, все. Так что, Дәулетбек, сіздің үміткер. Так, достар, ары қарай жалғастырайық біз. Так, бүгін менің қарсыласым деп ойнайтын. Сенің де серкесін сергей отыр, мына жақта тұрайын ба? Тұрыңыз. Гүлвира, қалайсыз? Жақсы, өзіңіз қалайсыз? Өздеріңіз қалайсыздар? Жақсы, демалысыңыз қалай өтті? Жақсы, үйдің шаруашылығымен айналыстым. Үміткер күтуге дайынсыз? Иә, дайынмын.
Так, бүгінгі біздің жоқ актуальны бүгінгі темамыз сіздің болашақ күйеуіңіз тортты өзінің мамасына берсе сізге біз это стрём еді? Гадилжан. стрём, конечно, өйткені ол той типа менің және болашақ жарымның бізге арналған мереке ғой, сондықтан ол бұрыннан келе жатқан нәрсе деп ойлаймын. Тортты бір-біріне береді бірінші болып. Ол сіз үшін үлкен мәселе ме? Мәселе емес, просто біздің праздникті құртпағаны дұрыс қой меніңше. Сен ше? Маған шын айтсам емес пе? Бұны Сен үміттілікке дайынсың ба? әрине. Дәл сол сұрақты саған қойсам, саған маңызды ма тортты кімге бірінші бергені? Қазір бірдеңе айтсам ше, бәрі ұрсатын сияқты ма? Маған ше, вообще бір ондай проблема емес. Жоқ, мынандай ғой мәселе ол жерде. Енді сенің күйеуің, екеуің ортадасыңдар, внимание сендерде болу керек. Ал енді мамаларың жағаласса, білмеймін, стрём ғой, шынымен саған бәрібір. Маған мен шынымен маған ол проблема емес, болмады. Жоқ, ол проблема емес негізі. Если сол нәрсені бүйтіп, сол басынан бастап тек анда проблема Болмаса, болса, бүйту керек қой. Бірінші официантқа беру керек, жанында болып сенің шешіледі. маған бәрібір шын айтсам, екеуміз бақытты болсақ. Так, достар, бізде әрі қарай біздің бұнғы матчымызды Әділжан, қалайсыз? Демалысыңыз қалай өтті? Жақсы Аллаға шүкір. Что-то түріңіз арасам настроение жоқ сияқты. Жоқ, нормально. Білмеймін. Ладно. Так, бүгінгі біздің тема, тақырып, кейін болашақта тойыңызда тортты бірінші кімге бересіз? Конечно, әйеліме беремін. Молодец. Анда мамама беріп деген Мен анамды қатты жақсы көремін, қатты құрметтеймін. Бірақ ол жерде біздің менің әйелім екеуміздің үйлену тойымыз болғаннан кейін ол біз үшін өте маңызды күн. Сол себепті мен әйеліме беремін бірінші. Гринфак қыздар. Гринфак. Келіңіздер. Үміткер бар екен, үміткер бар екен. Кеме қойыңыздар. Так, достар, ары қарай жалғастырамыз. Мен үшін осы қосылайықта номер 1 краш Абылай. Атам. Бұл енді ұйықтамайды түнімен. Түнімен ұйықтамайды. Осы Ой, сөзіңге. үйреп қалған ол уже күнде айтамын ғой. Так, Абылай қалайсыз? Керемет, шүкір. Микрофон бар? Иә, жақсы. Не ғой? Демалысыңыз қалай өтті? Жақсы өтті негізі. Шүкір. Үміткермен де жоқ. Үміткер сол күтуге дайынсыз ба? Үміткер пока күтуге дайынмын. Дайынмын былайша. Так, бүгінгі біздің сұрағымыз, тема, болашақта тортты анаңызға либо әйеліңізге кімге бересіз? Тойда ма? Бірінші. Әйеліме беремін. Молодец, біздің жігіттер Бірақ жақсы. абсурд сөйлеп нәрсе қандай әйелі екеуінің тойы болғаннан кейін әйеліміз берсе сол қуанышта. А бүйтіп мамаңыз бүйтіп қарап тұрса саған қыз. Жоқ, мамам қарамайды. Қарамын. Все. Қыздар, айтыңыздаршы,